Ескелді ауданының орталығы Қарабұлақ ауылындағы мәдениет үйінде бұл күн бір мереке тәрізді. Мұхтар Әуезов атындағы театр ұжымының келгенінен хабардар халық мәдениет үйіне ағылып келіп жатты. Ал актерлердің бірі киімін дайындап, енді бірі гримін салып, қызу дайындыққа кіріскен. Бізде осы халықтың ықыласынан жаңағы сүйіспеншілігінен кәдімгідей шабыт алып қуанамыз. Олар да қуанып жатыр. Біз өзіміз әртіс қауым осылай сыртқа шықпасақ, кәдімгідей сағынамыз. Осындай іс-сапарларды сағынамыз. Халықтың енді кереметі, жаңағы көңіл-күйі керемет, ықыласы керемет. Текелі қаласының іргесіндегі Ескелді ауданы кезінде бір ғана ауылдан бірнеше социалистік еңбек ері шыққан белгілі аймақ. Зал толы көрерменнен ақ халықтың өнерге сусап отырғаны байқалады. Театр ұжымы көп күттірмей қырғыз драматургы Бексұлтан Жакиевтің «Жүрейік жүрек ауыртпай» спектаклін бастап кетті. Біз өзі сахнада жүріп, рөлімізді ойнап жүрсек те, залдың, көрерменнің демін, жүрегінің қағуын десек те болады, сезіп жүреміз. Сондай бір жылылық, сондай бір аңсаған көрерменнің, бір қазақ өнерінің, қазақ тілін аңсаған көрерменнің бір лебізі, жүрек лүпілі сезілгендей болды. Жасы жер ортасына жеткенде кемпірінен айырылған ақсақал ынжық ұл мен кесірлі келіннің қолында қалған. 4 қабырғада қамалып, жалғыз қалған қарияны түсінер жан жоқ. Елегізіп күтетіні телефон арқылы тілдесетін бейтаныс әйел ғана. Қайтып оралатын қара шаңырағындағы үйі сатылып, Пайдакүніл келіннің қалтасына түскен. Атасымен, жарымен, тіпті жалғыз қызымен де ісі жоқ келіннің арманы байлыққа жету. Бұл күнделікті өмірде кездесіп қалатын оқиға. Спектакльден сондай бір керемет әсер алып тұрмын. Рахмет, сондай өнер майталмандарының осындай керемет қойылым көрсетіп, халықтың жаңағындай көңілінен шығатындай керемет бір спектакль көрсеткеніне өте қуаныштымыз. Жастарға тәрбие, үлкен жаңағы қазақ өзі үлкендер сыйлап өскен, сондықтан мұның қойылымы өте жаңағы терең деп ойлаймын. Қойылымды көпшілік ерекше ықыласпен қабылдады. Мұхтар Әуезов атындағы театрдың шағын қала мен аудан орталығына ат басын бұруы көрерменге де, театр ұжымына да ұмытылмастай естелік қалдырды.